Мен Бақтыгереева Анель, Ашкелесі Бөбекжай балабақша кешенінің 10-шы сынып оқушысымын. Мен таңдаған мамандық қазақ тілі пәнінің мұғалімі. Неге мен қазақ тілі пәнінің мұғалімі болғым келеді? Себебі қазақ тілі бұл халқымыздың рухы мен мәдениеттің айнасы. Мен болашақта оқушыларға ана тіліміздің байлығын үйретіп, тілге деген құрметтігін арттырғым келеді. Жалпы қазақ тілі мұғалімі кім? Қазақ тілі мұғалімі бұл тіл үйретеді, дұрыс сөйлеуге баулайды, ұлттық құндылықтарды насихаттайды. Қазақ тілі мұғалімі тек пән үйретуші емес, ол оқушының тұлға болып қалыптасуына, өз ойын еркін жеткізуіне және ана тілін құрметтеуіне жол көрсететін жетекші. Бұл мамандықтың маңызы. Жалпы бұл мамандық оқушылардың дұрыс сөйлеуіне, сауатты жазуына және өз ойын еркін жеткізуіне көмектеседі. Сонымен қатар мұғалім оқушыларды білімге құштар, тәрбиелі әрі саналы азамат болуға бағыттайды. Сондықтан қазақ тілі мұғалімі елдің болашағын тәрбиелейтін, қоғамда үлкен рөл атқаратын құрметті мамандық. Қайда оқуға болады? Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университет, Павлодар педагогикалық университеті. Жалпы мен өзіме мысал ретінде алған болатынмын. Жалпы мен қазақ тілі пәнінің мұғалімі болатын болсам, мен бір күнімді қалай өткіземін? Бір күнімді сабақ жоспарын жасаймын, жаңа әдіспен сабақ өткіземін және шығармашылық тапсырма беремін. Сонымен қатар оқушылармен жұмыс жасаймын. Ұлы ұстаздар, осы қазақтың ұлы ұстаздары Ахмет Байтұрсынұлы және Ыбырай Алтынсарин. Жалпы қазақ тілі мұғалімі болу үшін бізге қандай қасиеттер керек? Сауатты сөйлеу, шыдамдылық, шығармашылық және балаларды дұрыс түсіну. Менің болашағым. Жалпы болашақта мен білікті әрі заманауи қазақ тілі мұғалімі болғым келеді. Оқушыларға ана тіліміздің байлығын қызықты әдістер арқылы үйретіп, олардың өз ойын еркін жеткізе алатын, сауатты тұлға болып қалыптасуына үлес қосқым келеді. Сабақтарында жаңа технологияларды қолданып білім алуды жеңіл әрі қызықты етемін. Менің мақсатым қазақ тілін құрметтейтін, білімді әрі саналы ұрпақ тәрбиелеу және елімнің дамуына өз үлесімді қосу. Назарларыңызға рахмет.